Семейде өрт болып жатқанын баршамыз білеміз. Бірақ біз білмейтін адамдар зардап шегіп жатқан сәттер де бар. Міне сол жақтағы біздің өкілдеріміз хабарласып жатыр, қаншама адамдар үйсіз қалып, өрттің соншалықты күші көбейген себепті ауылдарға келген. Міне сол ауылдағы адамдарды басқа орындарға көшіруге тура келген екен. Міне сол баспанасыз қалған қаншама қандастарымыз сол жерде 3 мезгіл тамаққа зар, және де сол жерде гигиеналық заттарға зар болып жатыр. Әрине мемлекет қайда қарап жатыр демеңіздер, өйткені мемлекеттің істері үлкен іспен қазір алып басып жатыр. Оларға тамақтарына беріп жатыр. Әрине ол жерде адам саны көп, сондықтан бізге де сауап керек. Сізбен бізге сауап керек. Осындай қандастарымыз қиналып жатқан сәтінде оларға керекті заттарды сізбен бірге жеткізіп беру бізде міндет. Біздің нағыз батырларымыз сол жақта өрт сөндіріп жатқан аға бауырларымыз. Білесіздер, қаншама аға бауырларымыз сол өрт сөндірудің кезінде қаза тапты. Сол секілді қаншама аға бауырларымыз өз бастарын қатерге қауіпке тігіп сол жерде өрт сөндіріп жатыр. Міне сол бауырларымызға ең болмағанда 3 мезгіл азық түлігін беріп отырсақ, біз үшін үлкен сауап болар еді. Міне соларға біздің де үлесіміз болсын деп азық түлікке ақша жинайықшы. Біз сол жерде басында болып, сол жерде өзіміз тамақ жасап, міне сол жердегі батырларға тарататын боламыз. Алланың бұл сынағы. Сондықтан бауырлар, барынша атсалысайық, анау мұнауды күтіп қалмаңыздар, барынша осы сәтті пайдаланып, өз үлестеріңізді қосып қалыңыздар. Барынша таратыңыздаршы бауырлар.